Бүгінгі біздің сыныптан тыс сабағымыздың тақырыбы заңды білу, заман талабы. Бұл сыныптан тыс сабағымызды сайыс түрінде өтеміз. Сабағымыздың мақсаты студенттердің құқықтық сана сезімін қалыптастыру, заң алдындағы жауапкершілігін арттыру, ұйымшылдық пен тәртіптіліктің тиімді жолдарын түсіндіру. Конституция және де құқықтық нормативтік актілерді орындайды, құрметтей білуге үйрету, адамгершілікке, құқықтық сауаттылыққа тәрбиелеу, оқушылардың құқықтық білімін дамыту, ойлау, сөйлеу қабілеттерін шыңдау. Заңды білу заман талабы тақырыбында құқықтық танымдық ойынымызды бастауға рұқсат етіңіздер. 5 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең бәйге. Әр топқа 13 сұрақтан беріледі. Әрбір дұрыс жауап 10 ұпайменен бағаланады. Екінші кезең тіл өнер. Мақала айтылады, оның ішінен бір сөз, яғни құқықтық заң терминдері жасалады. Әрбір дұрыс жауап үшін 5 ұпай. Үшінші кезең тапқырлық. Әр топқа 2 ситуациялық тапсырма беріледі. Дұрыс жауап үшін 5 ұпай. Төртінші кезең, оны әрбір студент білуге тиіс. Сұрақ жауап, яғни бұда 5 ұпай әрбір дұрыс жауап үшін. Бесінші қорытынды кезең, болашақ жобасын қорғау. Онда әр топқа 10 ұпайдан беріледі. 2 топқа бір сұрақ беріледі. Сол берілген сұраққа жауабын қағазға түсіру керек, суретке түсіріп, соны қорғап шығу керек. Дұрыс жауапқа 10 ұпайдан беріледі. Ал енді бірінші кезеңге келейік. Бірінші кезеңіміз бәйге. Ойынымызды бастаймыз. Ол үшін топ басшылар мұнда келіп, мұнданы 2 қағаз тұрып аламыз. Қай топқа қай нұсқа түсетін болса, сол нұсқаның сұрақтарына жауап береді. Бірінші болып А нұсқасы кімге түсті, сол топ бастайды. Ақиқат тобы. Тақтаға назар аударыңыз. Бірінші сұрақ. Қазақстан Республикасы Конституциясының бірінші бабы, бірінші тармағы дейді. Иә. Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Екінші сұрақ. Егемендік алғаннан кейін неше рет Конституция қабылданды? 1993 жылдан кейін 1995. Б нұсқасы екінші топтың сұрақтары. Қанша бөлімнен және қанша баптан тұрады дейді. Кім айтады? Аяна? Қазақстан Республикасының ата заңы ағымдағы Конституция 1995 жылы 30 тамыз күні жалпы халықтың референдум негізінде қабылданды. Және 5 қыркүйек күні өз күшіне енді. Конституция 9 тараудан 98 баптан тұрады. Дұрыс айтасыңдар. Ары кетті. Екінші сұрақ. Қазақстан Республикасында билікті иемденіп кетуге кімнің құқығы бар? Құқығы бар ма? Жоқ, біз болма. Қазақстан Республикасында билікті иемденіп кетуге ешкім құқығы жоқ. Дұрыс айтасыңдар. Екінші кезең тіл өнер. Тыңдап алды. Бір адам, бір топтан бір адам, бірінші кім белгілі көтереді, сол топтан сұралады. Бірінші. Апайлар қай топтан сұраймыз? Ақиқат тобынан сұрайға, кім Аяна қайтауышы? Бір қазаға 2 жаза. Жаза жоқ, дұрыс екен. Екінші сұрақ, екінші мақал. Әр елдің
Ғалымжан. Әр елдің иті салты басқа иттер. Апай мен айтайыншы. Әр елдің заңы басқа, иттері қара басқа. Дұрыс. Әрі қарай кеттік. Үшінші, елшіге не жоқ? Ерлана? Өкім жоқ. Жоқ, апай мен айтайын. Заң жоқ. Бөлім жоқ. Өлім жоқ. Өлім жоқ. Елшіге өлім жоқ дейді. Келген елшіні ешқашан өлтірмейді. Сол үйге қайтарған. Енді тар жерге су төксең жүруге тайғақ болады. Жаманға сырыңды айтсаң тар жерде не болады? Айғақ болады. Тамаша бола ма? Айғақ болады. Басқа біреу? Айғақ болады. Сәлина. Тұрам сұрыпсың? Айғақ болады. Істің арты игі дейді. Қандай істің арты игі болады? Әділ істің арты игі екен. Қыдырып ішкен көженің кенеуі жоқ. Қыдырып айтқан ненің керегі жоқ? Керек жоқ. Не жоқ? Қыдырып айтқан? Айтқан өсектің керегі жоқ. Тағы кімде қандай вариант бар? Қандай вариант бар кімде? Кімде қандай вариант бар? Қыдырып ішкен көженің кенеуі жоқ дейді. Қыдырып айтқан мен көмекке келейін, биліктің керегі жоқ дейміз. Мәні жоқ билікте деген сөз айтылған билік деген сөз ғой, ары қарай кет. У ішкен бір өледі, ант ішкен өледі. Куәсіз істі күмән табар, куәлі істі Куә табар. Куә табар. Дұрыс, ары қарай кеттік. Би екеу болса ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің. Анық достың қадірін жалалы болғанда білесің. Дұрыс, Асылбекқа. Жолға шықсаң сайлан, бес нені байлан? Қаруды байлан екен. Дұрыс. Елшіге өлім жоқ. Екі рет қайталаған, не? Мен не қылған күні ұрылық болған күні ай жарық болды. Жоқ, ондай жоқ. Ал енді осыменен екінші кезеңді аяқтадық. Мынандай ғой. Жаңа айтып қой. Барлық топтың мүшелері жауап беруге мүмкіндік алу керек. Бұл кезеңі о да әр топқа мен екі ситуациялық жағдаят беремін. Мынандай берілген 5 минут уақыт беріледі. Бұны осындағы сұраққа жауап бересіңдер. Берген жауаптарыңды заңға негіздеп тұрып дәлелдейсіңдер. Түсінікті ғой, Қазақстан Республикасының Конституциясының 10-шы бабының 2-ші тармағына сәйкес Республикасының азаматы Есмурин Қазақстан ішкі істер министрінің 2002 жылғы 16 мамырдағы бұйрығымен Қазақстан Республикасының азаматтығын айырылған. Қазақстан ішкі істер министрінің мұндай бұйрық шығаруы заңды ма? Қазақстан Республикасының азаматтығын айыруға бола ма? Жоқ, жауабы жоқ. Ручка mana? Мен қандай бізге берілген тақырып, мен қандай мемлекетте өмір сүргім келеді. Біз тәуелсіз, бейбіт, дербес мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Және сол мемлекетте өмір сүріп келеміз. Біз болашақ Қазақстан салды, Қазақстанның картасын салды. Яғни Қазақстан болашақта да өз жер қосып алуға мүмкіндігі болсын дедік және өзіміз тұрып жатқан мекеніміз Шымкентті салып қойдық. Шымкент шырайлы, Қазақстанға өзінің жылулығымен көрінеді, сондықтан оны
баптарымыз, еліміз бен ұлтымызды, досымызды сатпауға ант етеміз. Әрқашан төбемізде көк туымыз желбіреп тұрсын. Қазақстан мәңгілік ел болуы біздің қолымызда. Және де сонымен қатар Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін салдырын сағындай болды. Уақыт жетпеді. Туымызды, елтаңбамызды, әнұранымызды салдық. Біз ең бірінші мемлекет болып қалыптасуымыз, ол біріншіден халықтың салт дәстүрі, тілі болмаса мемлекет емес. Оның тілі болғандықтан өзінің рәміздері болады. Рәміздерінде бірінші туы болады. Туынан кейін елтаңбасы, әнұраны болады. Біз осылай мәңгілік ел бола аламыз. Мен қандай мемлекетте өмір сүргім келеді? Біздің Қазақстан енді дамып жатқан мемлекет. Қандай мемлекет дегенде, біз Қазақстанды үлгерамал қандай ғимараттар салып, андай ұшақ машиналар үлгерамал. Бірақ өзіміздің рухани жаңғырған мемлекет, сондай қылып салдық. Қазақстан туы әрқашанда биікте көріне берсін дегендей мақсатта. Ою-өрнектерге дұрыстап салып үлгере алмадық. Біздің ою-өрнектеріміз андай тренд дейді ғой, қалай айтсам болады, бренд болады дегендей мақсатта салдық. Сол мен айтарым. Бұл суретті салған себебіміздің тағы бір себебі, бұл суретті рухани жаңғыруды қазір қолға алып жатыр, соны ары қарай дамытсақ деген ойдамыз. Болашақта неше түрлі ғимараттар салып, өзіміздің тарихымызды, өзіміздің салтымызды ұмытпасақ екен деген ниетпен салдық. Және де өзіміздің ұлттық әшекей бұйым киімдерімізді, өзіміздің қазақтың аспаптарын басқа елдерге танытып, жылдан жылға дамыта берсек дейміз. Тағы да киіз үйді соған себебіміз ешқашан тарихымызды ұмытпау, салт дәстүрімізді еске салып тұру. Және де бүркіт ол біздің бостандығымызды, сізді бостандықта жүріп, егемен ел болып, тәуелсіздігіміз жалғаса берсін деген сияқты салдық. Тағы бір, бұл киіз үйді салған кезіміз баяғы кездегідей бәрі әділетті, баяғыда мысалы Қазақстанның өзінде түрме болмаған білесіздер. Студенттер, оқытушылар, осымен бүгінгі құқықтық танымдық ойын сабағымыз аяқталды. Соңғы 5-ші кезеңі аяқтадық. Әркім өз шамасы келгенше берілген сұраққа салған суреттерін құрап шықты деп ойлаймын. Қай-қайсысын болсам да әркім өз ойы болғаннан кейін өз ойын айтуға құқылы. Өте дұрыс, өте жақсы қорғады деп ойлаймын. Енді осы ойын сабағымыздың қорытындысын, әр 3 мұғалімімізде балалар бұл жерде қай кезде болсын достық жеңеді білесіңдер оны. Сыныптан сағаттарымыз өте керемет, жақсы деңгейде өтті. Біріншіден заңды білу заман талабы екенін өздеріңіз білесіздер. Қазіргі таңда 21-ші ғасыр барлығы өз құқықтарыңыз туралы білдіңіздер. Қазіргі таңда өздеріңіздің ойларыңызды ашық жеткізе білдіңіздер.